Сәлем достар, біздер бүгін осындай сырники жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Егер сіз ешқашан сырники жасап көрмесеңіз де, бір жасағаннан шығатын рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны толықтай қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып кетуді ұмытпаңыздар. Біздер ең бірінші сүзбемізді осындай мәрліге салып, жақсылап сығып алуымыз керек. Ішіндегі барлық суын. Өйткені сырники творогымыз сулы болса, ол шықпай қалады. Сол үшін құрғатуымыз керек әбден. Құрғатылған сүзбеміздің үстіне 2 жұмыртқамызды салып, 3 ас қасық манной, екі ас қасық қант саламыз. Шым тұз, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай масса шығады, бұны қолымызбен форма беріп дөңгелетеміз. Асықпаймыз форма берген кезде. Осындай форма береміз, ұнға ұнатамыз. Барлық сырникимізді майымызды қыздырып, қуырып аламыз. Сары түске енгенше жақсылап қуырамыз. Қуырылған сырниктарымызды 10-15 минутқа духовкаға салып аламыз. 180 градуста қысып тұрған. Мінекей, осындай әдемі, дәмді және бір жасағынан шығатын сырниктер. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Егер менің видеоларымды өткізіп алғыларыңыз келмесе, қоңырауды басып қойыңыздар. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте қызықты және оригинал рецепттермен бөлісемін.